Сәлеметсіңдер ме, 2 сынып оқушылары? Сендерге бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отырып, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағымыздың тақырыбы отан туралы. Мұқағали Мақатаев. Отанымды сүйемін бөлімін ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақтан білетіндерің мәтін бойынша сұрақтарға жауап беретін боласыңдар. Мақал-мәтелдің мағынасын білесің және қолданасың. Орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық қателерді табасың және түзетесің. Балалар, сөз жұмбақты шешуге дайынсыңдар ма? Тамаша, ендеше барлығымыз бірге сөз жұмбақты шешейік. Біріншісі, ұлттардың бірлігі, татулығы. Екіншісі, мемлекеттік рәміздеріміздің бірі. Үшіншісі, ұлттың аты болуы керек. Төртіншісі, сені өмірге әкелген мейірімді жан. Ал енді балалар, ойланып көрейік. Жақсы, ендеше өзіміздің жауабымызды сәйкестендіріп көрейік. Дұрыс па екен біздің жауабымыз? Ұлттардың бірлігі, татулығы, достық. Мемлекеттік рәміздеріміздің бірі елтаңба. Ұлттың аты қазақ. Сені өмірге әкелген мейірімді жан ана. Балалар, сендер сөз жұмбақтың шешуін дұрыс таптыңдар, жарайсыңдар. Балалар, отан туралы өлеңмен таныспас бұрын, отан туралы өлеңді жазған Жақан Смақовтың қысқаша өмірі мен шығармашылығымен таныс болайық. Жақан Смақов ақын, Қарағанды облысында туған. Отан, Айтшы әжетай өлеңдері жарық көрген. 101 жұмбақ, Бақ-бақ, Жаңғырық, тағы басқа кітаптары жарық көрген. Отан туралы өлең. Отан. Гүлдердің ертемен қауызын ашқанын, көктемнің көк бөмбек мөп-мөлдір аспанын, таулардың қол жетпес асқарын ұнатам бәрінде, өйткені ол отан, ұлы отан. Бәрінде ұнатам, өйткені ол отан, ұлы отан. Отан туралы өлеңнің авторы Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Мақатаев 1931-1976 жылдар аралығында өмір сүрген. Ол кісі Алматы облысында туған. Ақын, аудармашы. Ал енді балалар, Мұқағали Мақатаевтың отан туралы өлеңімен танысайық. Отан туралы. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен, асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бозторғайы бол оның шырылдаған. Отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Балалар, өлең сөздерге сүйеніп, көркем сөздерді тауып көріңдер. Мөп-мөлдір, қауызын ашқан, қол жетпес асқар, ағынды, қасиетті, құдіретті. Ойланып көріңдер.
Тамаша балалар, жауабын дұрыс таптыңдар. Өлең сөздерге сүйеніп, көркем сөздерді таба алдыңдар. Мөп-мөлдір аспан, қауызын ашқан гүлдер, қолжетпес асқар таулар, ағынды өзен, қасиетті тіл, құдіретті үн. Ал балалар, кесте бойынша сұрақтарға жауап берейік. Ақындардың таңды неге теңегенін және екі өлеңдегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарын тауып көріңдер. Тамаша балалар, ойларың ұшқыр екен. Ақындар Жақан Смақов, Мұқағали Мақатаев. Жақан Смақов таңды неге теңейді? Аспанға, тауға, гүлге. Мұқағали Мақатаев таңды неге теңейді? Ағынды өзенге, асқар тауға, гүлге. Екі өлеңдегі ұқсастықтар. Жақан Смақов отан туралы гүлге, асқар тауға теңейді. Мұқағали Мақатаев отан туралы гүлге, асқар тауға теңейді. Екі өлеңдегі айырмашылықтар: отанды ұнататынын айтады, ұлы отан. Ал Мұқағали Мақатаев отанды мәңгілікке сүйіп өтетінін айтады, бәрінен биік екен. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Әдебиеттік оқу сабағына белсене қатыстыңдар. Мәтін бойынша сұрақтарға да жауап бердіңдер. Әдебиеттік оқу сабағымыз аяқталды балалар. Сау болыңдар.